Менің YouTube арнамнан осындай дастархан жасауға неше түрлі идеяларды қазіргі кім қалай жасап жатыр, құдалық дастархандары қалай болып жатыр, нелер жақсы жиілетінін жиі көріп тұре аласыз. Және де менің әңгімешіл, осындай сөйлегім келетін өзімнің жүрек жарды әңгімелерім, жаңағы сондай бірдеңелерді тыңдап тұруға қалай қарайсыз? Комментарийға жазып кетіңіз. Жоқ, сөйлемей, жай ғана классикалық әнмен шығар, немесе дым ештеңкесіз видео шығарсаң болды, сол бізге жектілікті дейтін болсаңыз, оны да айтып өтіңіз. Мына жерде өте әдемі жасалынған сказочный құдалықтың тағамдары, бауыр торты, холодец дегендер қазір хит болып кеткен. Бұрындары холодесті бұлай сәндеп, әндеп дастарханға қоймаушы еді. Қазіргі күнде қазақтың ұлттық тағамдарына қосып, осындай көк шөптерден әдемілеп, әрлеп, осындай декоративный дастархан жасау барлық жерде хит болғанын жақсы білесіз. Балық өнімдері қымбат тұрса да, егер сіздің үйіңізге сыйлы қонақ келетін болса, міндетті түрде дастарханға қоюға әрекет жасайтыныңыз бәрімізге мәлім. Ал үстіне қойылған көк шөптер есе балғын шөптерді өсіретін арнайы орындардан алып, Алтын Орда базары және де жеміс-жидек сататын ярмаркаларда толып тұр. Әрине бұны кез келген адам жасай алмайды. Себебі жұмысты өзінің маманы жасаған дұрыс. Ас шебер поварларға тапсырыс беріп, осындай әдемі дастарханның көркін ашатын тағамдарды алып, қонақ күту әрбір қазаққа бұйырсын.